Сәлеметсіңдер ме 7 сынып оқушылары? Алгебралық бөлшектер бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың бірінші нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар қажет болса каналымда бірнеше нұсқалары және осы алгебра пәнінен бөлек физика және геометрия пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Оқушылар бұл БЖБ-да 3 тапсырма беріледі және жалпы балл саны 13-ке тең. Бірінші тапсырмасы бөлшектерді қысқартыңдар. Оқушылар мұндағы 16 және 24 деген сандар екеуі де 8 деген санға қысқартылады. Мұнда 3 болады, мұнда 2 болады. Мұнда адан 3 екен. Мұнда 1, сонда адан 2 болады. Мұнда с-дан 2, мұнда 1 екен, с-дан 1 болады. Сонда бізде 3-тен 2а квадрат көбейтілген с болады. Мұнда на екеуі толығымен қысқарады. 15 пен 40 екеуі де 5 деген санға бөлінеді. Сонда мұнда бізде 8, мұнда 3 болады. Бізде қалады 8b 3a. Мұнда екеуінің ішінде y бар. Жақшаның сыртына шығады. Сонда бізде қалады y қосылған 1. Мұнда y квадрат. Мұнда оқушылар y-тің біреуімен, мұнда екеу ғой, біреу кетеді. Бөлімінде 1 қалады, үстінде y қосылған 1 қалады. Келесі тапсырмасы амалдарды орындаңдар. Мұнда бізде 15x, мұнда да 15x екен, ортақ бөлімге келтіріліп тұр екен. Мұнда плюс болғандықтан алымдарын қосамыз. Он 2x минус 7 қосылған 3x азайтылған 2. Бөлеміз 15x-ке. Енді мұнда 12x, 3x, 15x болады. Минус 7, минус 2, минус 9 болады. Оқушылар мұнда екеуінің ішінде де 3 деген сан бар. Жақшаның алдына шығады. Сонда бізде жақшаның ішінде қалады 5x азайтылған 3. Мұндағы 3 пен 15 қысқартсақ болады. Екеуі де 3 деген санға бөлінеді. Мұнда 5, мұнда 1 болады. Сонда бізде қалады 5x қосылған, жоқ, 5x азайтылған 3. Енді мұнда 2a, 5a ортақ бөлімге келтіреміз. 10a болады. 10a-ны 2a-ға бөлсек 5 болады. Мұнда 2 болады. Мұнда көбейтеміз 15. Мұнда азайтамыз 8 болады. Сонда 10a-дан 7 қалады. Енді мұнда бізде барынша қысқартсақ болады. Мұнда екеуінің ішінде а бар. Мұнда оқушылар бізде x-тен біреу, мұнда екеу, біреу қалады, үстінде біреу қалады. Мұнда екеу екен, мұнда біреу, астында біреу қалады. Енді мұнда екеуінің ішінде де 3 деген сан бар. Мұнда x қосылған y пен x қосылған y толығымен қысқарады. Сонда бізде қалады астында y, үстінде ax. Енді мұндағы бөлшекті квадраттаймыз. Мұндағы дәреже барлығына қатысты. 3-тің квадраты 9, а кубтың квадраты дәреженің дәрежелігіндегі дәрежелер көбейтіледі. А-ның 6 дәрежесі болады. Мұнда 8-дің квадраты 64. b квадраттың квадраты бұның 4 дәрежесі болады. Келесі соңғы тапсырмасы өрнектің мәнін табыңдар. Оқушылар мұндағы өрнекті ықшамдаймыз және y-тің орнына 70-ті қойып есептейміз. Өрнектің мәнін табамыз. Ол үшін оқушылар ең алдымен мына өрнекті ықшамдаймыз. y квадрат минус 6y қосылған 9, екі өрнектің айырымының квадраты деген қысқаша көбейту формуласын салсақ болады. Сонда ол
y азайтылған 3-тің квадраты болады. Мұнда y квадрат минус 9, бұл бізде y квадрат минус 3-тің квадраты, сонда ол ашылады. А квадрат минус b квадрат қой, а минус b, а плюс b болып, сонда y азайтылған 3, y қосылған 3 болады. Мұндағы бөлуді көбейту десек болады. Мұндағы y квадрат қосылған 3y үстіне шығады, екеуінде де y бар, жақшаның алдына шығады, сонда бізде жақшаның ішінде қалады y қосылған 3. Ал мұнда екеуінің ішінде де 10 деген бар. 10-ды жақшаның алдына шығаратын болсақ, сонда бізде жақшаның ішінде қалады y азайтылған 3. Сонда оқушылар, мұндағы мына екеуі қысқарады. Мұнда бізде y азайтылған 3-тің квадраты, мұнда y азайтылған 3, y азайтылған 3 толымен қысқарады. Мынаумен былай қысқарады ғой былай. Сонда бізде қалады y бөлінген 10. Мұндағы y бізде 70-ке тең. Сонда 70 бөлінген 10 деп аламыз. Тең болады 7-ге. Түсінбеген есептерің болса, пікірге жазып қалдырсаңдар болады. Каналға жазылып, лайк басып, жеке өздерінің пікірлеріңді қалдыруды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.